Шоқпар-тоғай. Аудан орталығы Құлсары қаласынан солтүстік батысқа қарай 10 шақырым жерде орналасқан. 1999 жылы тұрғындар саны 2478 адам болса, 2009 жылы 2789 адамды құрады. Қазіргі таңда ауылда 4000-нан аса тұрғын бар. Осында тұрушылардың барлығы қазақ халқының тілін, тарихы мен салт-дәстүрін берік ұстап келеді. Қазақстанда тұратын барлық халықтың татулығы мен бірлігінің мәні осында. Атырау облысы Жылой ауданы номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектептің 9-ші сынып оқушысы Дарғали Сағира қағаз қалдықтарын өңдеу. Негізгі сипаттамалары: қазіргі уақытта тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды жинақтау, жою, өңдеу жалғыз қаланың ғана емес, бүкіл мемлекеттік мәселеге айналып отыр. Республика экологтарының басты құжаты болып саналатын стратегиялық жоспарда қоршаған ортадағы ластану деңгейін кеміту, тым болмаса өсірмей тұрақтандыру жайы ерекше назарда тұр. Қазіргі заманда қағазсыз ісің бітпейді. Компьютер, ғаламтордың кезі дегеннің өзінде адамдардың қағазды тұтынуы азаяр емес. Елімізді Швейцария мен Сингапур сияқты елдер әлемдегі экологиялық ең таза мемлекеттердің қатарына қосу. Ғылыми жаңалығым: табиғат пайдаланушылардың қалдықтарды есепке алу, өңдеу және залалсыздандыру жұмысындағы жеке жауапкершілігін күшейту, әрі шығарылатын қалдық мөлшерін азайту шаралары туралы инфражүйелер мен өндірістік қуатты дамыту. Өндірісте пайдаланылатын үлкен қалдықтарды екінші қайтара егеруді жүзеге асыру жолдарын ұсыну. Жасыл экономика үш негізгі қағидаға сүйенеді. Шектеулі кеңістікте әсер ету аясын шексіз кеңейту мүмкін емес. Шектеулі ресурстар жағдайында шексіз өскен қажеттіліктерді қанағаттандыруды талап ету мүмкін болмайды. Жер бетіндегі барлық нәрсе бір-бірімен тығыз байланысады. 1 тонна қағазды қайта өңдесе, 16 ағашты сақтауға болады. Сонымен бірге қағазды қайта өңдеу ағаш өңдеуге қарағанда қуат жағынан үнемді, әрі экологиялық жағынан тиімді өндіріс. Мамандардың мәліметінше, әр адам жылына 250 келі тұрмыс қалдықтарын тастайды. Қоқыс жәшігіндегі қалдықтардың 25% ас қалдықтары болса, 15% қағаз, 50% полимерлер, қалғаны металл, тоқыма бұйымдары, резеңке, шыны және де басқа қоқыс қалдықтары. Аура негізінен 3 топқа немесе категорияға бөлінеді. А категориясы жоғары деңгейлі қағаз қалдықтары, Б категориясы деңгейлі полиграфияға арналған барлық қағаздар, В категориясы төмен деңгейлі газеттер, картондар және тағы түрлі түсті басқа қағаздар. Жеке адамның өзі жылына 25 кг қағаз қалдықтарын тастайды. Сыныпта 25 оқушы болатын болса, жылына 625 кг-нан астам қағаз қалдықтары қоқысқа тасталынады екен. Мектеп бойынша оқушы саны 556 болатын болса, жылына шығарылатын қағаз қалдықтары 13900 кг. Қортабай ауылында 4000-нан аса тұрғын бар. Олардан жылына 100.000 кг-нан аса қағаз қалдықтары шығады екен. Менің ауылымда қағаз өнімімен байланысты қоқыс көлемін азайту. Бір парақ қағазды жырта салу, отқа тамызыққа пайдалану. Ескі дәптерлерді қоқысқа лақтыра салу, немесе газеттерді терезеге не стол үстіне төсей салу. Осының бәрін көре отырып, мен ауыл әкіміне мынадай ұсыныс тастағым келеді. Мектептерде экологиялық мәдениетті сақтау, туған өлкені аялау мақсатында ашық сабақтар мен жиындарды көп өткізу, арнайы қағаз қабылдайтын орындар ашу, таза ауыл атты арнайы сенбіліктер өткізу, балалар таза экологияны қолдайды атты қағаз қалдықтарын жинауға арналған акция ұйымдастыру. Әр оқушы белгілі бір мөлшерде қағаз тапсырса, менің ойымша далада қағаз шықпас еді. Қоқыс өңдеуді бизнеске айналдырса, қағаз жинап тапсырған оқушыларды ақшалай сыйлықтармен ынталандырса, меніңше бұл өте керемет ой. Жылой тазалық мекемесі сияқты барлық мекемелердегі жұмысшылардың, қызметкерлердің жалақысын өсірсе деймін. Осы жобаларым іске асса, мен болашақ ауылымды басқаша елестетер едім. Қоқыс деген жаман нәрсе жай көзге. Қоқыс жинау таза болу емес пе? Тастағанша қоқысты сен лақтырып, жинап оны айналдыршы бизнеске. Біріншіден, денсаулығың саулығың. Қоқысты сен тастамашы бауырым. Жинап және тапсырсаң егер қоқысты, Швециядай болар еді ауыл. Адамның табиғатсыз күні жоқ. Оны айтар табиғаттың тілі жоқ.